Еркектер үшін ең ауыр күнә не екенін білесіздер ме? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, ер кісі үшін өзінің отбасын, яғни әйел бала шағасын асыраусыз қалдыруы, яғни олардың нәпақаларын тауып бермеуі күнә ретінде жеткілікті дейді. Бір басына жетіп артылады деген сөз ғой. Сондықтан да отбасындағы ер азаматтың ең бірінші міндеті ол отбасын асырау, адал жолмен оларға нәпақа тауып беру, және оның әйелінің, балаларының алдындағы абыройын да асыратын нәрсе сол. Өйткені Құранда Аллах Тағала ерлер әйелдерге үстем деген уақытта уабима анфақу мин амуалихим, олар тапқан нәпақасымен деп айтқанда. Сондықтан да бұл жерде әрине қолдан келгенді жасап, бірақ олардың сұрағанын тауып бере алмау емес, бұл жерде жауапкершілікті орындамау. Я болмаса мүлдем жауапкершіліктен қашып тастап кету отбасы балаларын. Міне осы күнә ер азаматты дүниеде де ақыретте де құртып жіберетін, бір басына ертең қияметте азап алуына жетіп артылатын күнә ретінде айтылады.